аттарын таныстыратын боламын. Менің атым Мадина, Маржан, Гүлдана. Жаңа үйге келдік. Кімдер? Жүр, телефон көрейін. Да кухня екен, жүрмір. Негінің бағасы арзан ма? Білмеймін. Мынау білмегенде. Бұл ванна екен. Кетіп келесін көрейік. Бұл зал. Мұнда бір тұрған бар. Мына бұл біздің бөлмеміз екен. Қызым кеп жайғас. Ой, мамам әлі жайғаспаймын. Жарайды. Мұнда заттарын қоясын ма? Заттарды алып жайғаса берейік. Келіп. Мұнда қоясын. Мына киімдерін мұнда қоясын. Так, мұнда. Мұнда мағар саласың. Болма? Қызым. Телефонды қой. Жоқ, мама, мен бересің. Мына ойнап отырмын. Жарайды, телефонды қоясын. Көзім ауыр бересің. Мама. Ішім түсіп, телефон шықпайым мен. Ай-яй-яй, қызыма. Тұрасың ба, қызым? Киімді ауыстырбасай? Жарайды, мама. Әй, киімді ауыстырмайым мен, осылай жүре берем. Жарайды. Киімді ауыстыралым. Сендер де ауыстыралыңдар. Үйге келіп, мына киім. Так, ұстап қоям. Так, мынаны жоқ қоям. Өткендер. Жүр, тамақшамыз. Күндер баққа тамақ қойын. Жарайды, мам. Так, мында. Жұмыртқа. Мен оттым, ура. Тыныш. Мен сабақ жазып жатырмын. Так, мына кітапты оқып қойын. Мына кітапты оқиын. Так, ноутбучқа бассасы бітіп қалды, мынаны алайын. Так. Так, мына болды. Так, потом жасау. Так, мен қазір туалетке кіріп алайын. Болды. Кендер, шайдайын болды, қыздар. Ятма. Қызым, телефон қосай бұл. Әкел. Білмені апарып тастайық. Так, мама, жұмыртқа ма? Я, қызым, бүгінше осындай жұмыртқа жеп тұрыңдар маңдар. Ой, мам. Ой. Қандай, мам? Ондай жей бермей ішіңді сөйлемін. Мам, тойды қандай. Жемейсің ба тағы? Жоқ. Тағы шай құйыңдар, жарайды. Телевизор қойшы, қызым. Телевизор қойып тұршы. Не болды? Хаттар. Не мынау, мама? Ештеңе істемей жатқан шығар. Не болды сонша?
Не болды. Не болды ма şey? Мысық. Не болды ана мысыққа? Мама ана мысықты қара не болып тұр ғой? Қайдағыны айта беріңіз қызым. Болды өшіп тұрсыңдар. Шылдарын ішіңдер. Ертең сабақ. Үш. Телефон көрейін. Қызым телефон көріп ұйықта. Мама мен сабақ жазамын. Мам. Ой. Мама. Не болды қызым? Мен бүгін қыздармен танып көрсем бола ма? Жарайды, пара берді. Келді бір қыз. Сәлем қыздар, сенімен дос болсам бола ма қыздар? Әрине. Менің атын айтпай қой, керек емес. Я. Жарайды. Қай көшеде тұрасың? Мен ба? Шәкәрім Құдайбергенұлы 42-де тұрам. Ол жерде тұрма. Неге? Білесің, айтып бере кел. Не болды? Не болды? Ренжіп. Ол жақта бір әйел қайтыс болған. Потом сол кезде ол әйел біреу маньяк елес пайда болған сол үйде. Ол үйден кет қалыңдар тез. Я. Жарайды. Тағы не болды? Тағы не болғанын білмейміз, бірақ сол үйден тезірек көшіп кетулерің керек. Жарайды, сенің рахмет сендерге қыздар. Сау болыңдар. Сау бол. Үйге кетіп қалайынсыз. Мама. Мама, не болды? Отыр кел. Әңгімелесейік. Мама, мына үйден тез кетіп қалу керек. Неге? Нормально үй ғой? Жо, мама. Жо, бұл үйде неге арзан айтайын ба? Өйткені бұл үйде арзан қып қойған біреу бар екен. Ол адам бұл үйде елес бар. Сол адам соны бір әйел осы үйде сатып алған. Бір әйел осы үйде сатып алған екен. Сөйтіп қайтыс болып кеткен, сол адам өлтіріп. Тезірек кету керек үйден. Иә, мама, тезірек кетейік. Жарайды, жүр. Қызым, жинал. Не болды, мама, шошытыңыз ғой? Жатам. Бұл оқиғаны айттым ғой, иә? Түсіндің ба? Иә, мама. Кеттік, заттарын жинастырыңдар. Алыңдар. Келіңдер. Жинастырыңдар кітаптарыңдар. Кендердің бәрін алыңдар. Ал. Так. Жоқ, қызым кендерін ал. Өз кендерін алайын. Так, болды я заттарды. Так. Маманың планшетін болып баратыр. Ай, сен қыздар. Планшеттен ғана екен. Жүріңдер. Мен заттарын салайын. Так, нелерін сал. Мақызым. Жап. Болды. Неге алдым? Жүрме, қызым. Кеттік. Бұл үйден кеттік. Болды еш нәрсе қалмады ғой, я? Я, мама, кеттік. Есік құлтап хозяйкасына берейік. Біз үйді алмайтын болып кешіріңіз.
өлтірдім. Тоқтар, неге? Жарайды. Мен аларды әлі қыстап өлтіремін.